Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Лайк басып, арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіздер. Жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп, «Мені жей алмайсың, мен осы орманға қожалық етуге келгенмін». Жолбарыс түлкіге олай бір, бұлай бір қарап сенбей, «Мүмкін емес», дейді. «Сенбесең менімен бірге орманға жүр, ондағы барлық аңдардың менің қалай қорқатынын өз көзімен көр», дейді түлкі. Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп, аңдар мен құстар зәресі ұшып, тым-тырағай қашады. Ұялары мен үндеріне тығылады, аспанға ұшады. Ал қу түлкі басын онан сайын көтере түсіп, «Ал енді көзі жеткен шығар, менің қорықпайтын жан бар ма тірі?» деп мақтанады. «Я, сен шынында да айбарлы екенсің», деп алданған жолбарыс жайына кетеді. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.